Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 84-ші сабақ. Уақыт, сағат, минут. Бір сағатта қанша минут барын білесің? Циферблатқа қара, минутты ондықтармен сана. Сағаттың моделін пайдалан. Балалар, мұнда бір сағатымыз 60 минутқа тең екен. Мынау қызылды көрсетіп тұрған, ол минут тілі екен. Нөмірі бірінші есеп. Неше минут өтті? Балалар, суретке назар аударайық. Бірінші сурет. Сағат тілі ол көк бірді көрсетіп тұр. Балалар, ол дегеніміз бір сағат деген сөз. Келесі балалар, қызыл ол минут тілі, яғни екіде тұрғанмен ол 10 минутты білдіреді екен, балалар. Сонда балалар, ол бір сағат 10 минут. Ал екінші суретте балалар сағат тілі бірде, ал минут тілі 20-ны көрсетіп тұр. Сонда бір сағат 20 минут. Жауабы, сонда арадағы уақыт балалар 10 минут өтті. Нөмірі екінші есеп. Сағаттарға қарап, уақытты айт. Қолдан жасалған сағат моделінің минут тілін айналдыр. Уақытты сағат және минутпен ата. Балалар, бірінші суретте көк ол бізде сағаттың тілі екен, екіде тұр. Қызыл ол минуттың тілі, ол 10-ды көрсетіп тұр, балалар. Сонда балалар 2-ден 10 минут өтті, яғни 2 сағат 10 минут. Келесі екінші суретке назар аударайық, балалар. Сағаттың, яғни көк бізде 3-ті көрсетіп тұр, ал қызыл бізде 30-ды көрсетіп тұр. Сонда балалар 3 сағат 30 минут. 3-тен 30 минут өтті. Немесе 3,5 деп айтамыз. Келесі үшінші суретте сағат тілі бізде 2 мен 3-тің арасын көрсетіп тұр. Ол дегеніміз 2 сағат, ал қызыл тіл бізде 50-ді көрсетіп тұр. Сонда 2 сағат 50 минут. Сонда 2-ден 50 минут өтті. Келесі 4-ші суретте балалар 4-ті, яғни сағат тілі 4-ті көрсетіп тұр. Қызыл, яғни минут тілі де 20-ны көрсетіп тұр. Сонда 4-тен 20 минут өтті. 4 сағат 20 минут. Нөмірі үшінші есеп. Есептердің қысқаша жазылуы мен сұлбасын тап, оларды шығар. А нұсқасы бойынша Әлия 6 қазақ халық ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды? А нұсқасына балалар екінші сұлба сәйкес келеді екен. Келесі Ә нұсқасы бойынша Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Бұған балалар бірінші сұлба сәйкес келеді екен. Үшінші есептің А нұсқасын шығарайық, балалар. Әлия 6 қазақ халық ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды? Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық, балалар. Қазақ ертегісі 6, орыс ертегісі 4. Бізге қазақ халық ертегісін қанша артық оқыды, қаншаға соны табу керек. Ол үшін біз шешуінде 6-дан 4-ті азайтамыз 2. Жауабы ол 2 қазақ халық ертегісін артық оқыды. Үшінші есептің Ә нұсқасы бойынша Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Есептің қысқаша берілгенін жазып алайық, балалар. Халық ертегісі 10, орыс халық, яғни ол 4,
қазақ халық ертегісін бізге табу керек, балалар. Шешуінде біз 10-нан 4-ті азайтамыз 6. Жауабы ол 6 қазақ халық ертегісін оқыды. Келесі нөмірі 4-ші есеп сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдар құрастыр. Бірінші бағандағына құрайық, балалар. 3 қосу 6 тең 9-ға, яғни мәні 9 болу керек, балалар. 5 қосу 4 тең 9-ға. 8 қосу 1 тең 9-ға. Келесі екінші баған бойынша, балалар. 5 қосу 3 8 қосу 1 тең 9-ға. 6 қосу 2 ол 8, 8-ге 1-ді қосамыз, тең 9-ға. Келесі 3 қосу 4 7, 7-ге 2-ні қосамыз, 9-ға тең екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.